сол тамақ шалдық. Жатырық маманың компанияда. Мам. Сәлсіздер. Жатырмыз, телефон шұқылап, жоспарларды құрып, тілек тик-ток жүргізіп. Тілек мен операторым ғой, Дубайдағы. Осындай атмосфера, короче. Шашақ. Мен жерімде жүрмін. Кезден. Біздің демалыс осындай кеше. Өздерің жалпы не болған деп жатсыңдар? 12-ден кейін. Бұрын кәдімгі бір жиналып, бір әңгіме айтып, 12-ден кейін бір жаққа шығып, сондай болған еді қазір. Ондай да жоқ, әркім өз-өзімен. Сондай. Сол бір қызық нәрсе десе. Ой, антырыстары зай. Қызыл жерге келдік. Анау турецкий киноларда Юсуф деген бар еді, сөйтіп ол құсбегіге келеді ғой, Турцияда білесіз ба? Аты кім еді? Құсбегіге келеді, сөйтіп отырсыз ғой, примерно дейді. Атмосфера осындай. Шашлы жеуге келдік, короче. Мына бала біздің клип түсіріп берді. Десе. А? Заринаны келді. Кімді дейді? Қарасай, қол стабилизатор болып кеткен қарасай. Басталды ерекс. Таза ерекс мен. Мынау енді ужас мынау. Мен өмірімдегі ең дәмді жер қой, короче. В общем, эфирге үлгермей алдым, бірақ Заринамен кездестік, қалайсыздар? Жақсы, шүкір жаңа жылдарыңызбен. Сыйлығын бердім, енді өздеріңіз сторисынан көретін болсаңдар не берейін. Сол. Бір необычный нәрсе дедім, сөздің ашық. Не деп ойлайсыз? Білмеймін, бір коробка тұр. Сырты розовый ма? Розовый, короче. Көреміз қазір ебап. Ештеңе келіп тұрған жоқ ойыма. Қызық болып тұр енді, просто мен өмірімде ондай сыйлықты бірінші рет беріп тұрмын, сөздің ашығы. Потому что өзімде бір кішкене біртүрлі бүйтіп ойланып алдым да. В общем, көресіздер ғой. Ойбай, вообще ойланып. Ажиотаж, суета, там супермаркеттердің ішінде талас, мен алам, бәрі бір жаққа барады, бірақ қайда баратсыңдар дейді, жатсаңдаршы үйде Новый год қой. Мен енді қазір бір Заринаны бір қуанатқым деп баратырмын енді. Құттықтамайын ба енді, елдің көзінше, жұрттың көзінше жүрген адамдарымыз бір жаңа жылмен барып лично құттықтайын деп жолға шықтық. Еще бүгін клипім шығады, сағат 8-де күтіңдер. Прям прорыв болады деп тұр ғой, короче. Енді сіздермен бірге Тайжан берген сыйлық ашып көрейік. Мүлде ешкімге бұндай сыйлық бермепті. Давайте, қандай сыйлық берді? Маған да қызық болып тұр. Ауырлау. Вау. Напоминаниесімен беріп жатты, күшті. Қандай әдемі. Жайнамаз. Менде сәл осыған ұқсайтын розовый бар еді, бірақ мына мүлде басқаша екен. Оюлары. Әдемі, еще жұмсақ, қараңыздаршы. Оқи бергім келеді үстінде. Еще алдағы уақытта қыс келе жатыр. Жұмсақ болатын болды. Раузан исімен мекемесі дейтін еді ғой. Исі күшті мынаны ше. Жайнамазға сеп қойса да, киімдерге, үйде бөлмеге сеп қойса да, шынымен күшті иіс екен. Розовый тасбихы бар екен. Рахмет. Сондай тасбих болып тұр ғой. Әдемі екен, иә? Карсына скафандра. Подпиджады. Рахмет. Осындай күшті материал көрініп тұр. Мынандай материал жұмсақ, ыңғайлы, денеге тиер. Сосын тасбих электронный да бар екен. Ананы да қолдансам болады, мынаны да қолдансам болады. Еще иман негіздері деген Смаил Сейітбековтың кітабы бар екен. О, как раз иманымызды бір несе болатын болдық қой. Перезагрузка жасап, апгрейд. Рахмет көп-көп, Алла разы болсын, өте күшті кітап екен. Оқып берсам, пайдалы білім болсын, үнемі осылай құлшылық жасайтын пайдалы киім ғой. Негізі киімдің сауабы Даужанға да жазылады. Негізі біліп берген ғой бәрін ше. Қандай приятно, өте күшті. Негізі маған намазикті қолдаушыларым сыйлаған, сосын бір құрбым сыйлаған. Одан кейін ешкім сыйламапты. Поэтому өте приятно болыпты. Рахмет көп-көп. Енді менде и осындай бежевый намазник бар. Рахмет. Че там? 12-ден кейін де өмір бар ма екен? Магазинге барып, оливье салат істеп, елка алып, оның сыртына кривлянды алып жүрген бәрі бітіп қалды ма сонда? И ойлаймын да, сонда зачем нужно деп ойлаймын да? Бүйтіп қарап тұрсаң, просто келесі жыл болды, бір сутка тура кешегі күн ғой, по идее. Тем более адамдар да өзгерген жоқ, тура сол баяғы адамдар, сол баяғы таныстар. Ну ладно, Новый год құтты болсын.